салт дәстүрді сақтау қақында. Ата-баба дәстүрін, ғұрыпты аттамайды. Ата жолына кім болса да бас июге тиіс. Бұл ел жұртыңды сыйлағаның. Жасы кіші болса да, әкесі үлкен болса, оның жолы үлкен болып саналады. Яғни салт дәстүрде жол, кезек соған беріледі. Мұны есте сақтаған жөн. Табақта басқа елдің, рудың, тайпаның, жүздің азаматы отырса, бас соған тартылады. Қыз келіндерден жоғары отырады. Қыз ағаларынан да жоғары отыруға қақы бар. Өйткені қыздың жолы жіңішке дейді халқымыз. Сәбиді бесікке салғанда жол құдағидікі, немесе сол елдің әжесіне, жақсы анасына беріледі. Бесікті отпен аластайды. Бата беру, ас қайыру, қонаққа немесе ақсақалға жолы үлкенге беріледі. Алыстан қонақ келсе, үйдің көршісі және ауыл ақсақалы шақырылады. Сыйластық белгісі осыдан көрінеді. Алыстан келген қонаққа ауылдың үлкен кішісі сәлем беруге тиіс. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал сәлем береді. Үйге келген кісіге кімсің демейді, оны төрге шақырып, қонағасы беріледі. Туған туысқанына, еліне келгендер ауылдың үлкеніне түседі, немесе оларға алдымен сәлем береді. Қазақтың әдеп жолы осылай. Көшіп келе жатқандарға көш оң болсын деп, ат шалдыртып, дәм тұз ұсынады. Қуанышты болғандарға құтты болсын айтады, шашу шашады. Әр адам достық көңілін осылай білдіреді. Байғазы көрімдік сұрағандарға құрғол тастамайды. Айттық сұрағандарға айттық беру міндет. Қуанышты хабар үшін сүйінші береді. Үйге кірген кісіге дәм ауыз тегізеді. Дәм қашанда достыққа, сыйластыққа шақырады. Келген жұмыстарын тұрып айтпайды, отырып асықпай айтады. Айыпкерлер айыбын төлеп кешірім сұраса, қарсы жақ кешірім жасауға тиіс. Ол жасын жолдасына ұсынады, немесе бөліседі. Аты озып келгендер, жыққан палуандар, жеңген ақындар, алған бәйгесін елдің ақсақалдарына, әруақ орнына, үлкен шаңыраққа байлаған. Тойбастарға, немесе беташар айтқандарға кәде беріледі. Достың, жақын адамдардың және басқа адамдардың қалағанын беру мәрттік, мырзалық, әрі ұлы дәстүр. Танысып келген қызға лайықты сый-сияпат ұсынады. Ауыр қылмыс жасағандар қатаң жазаланады, немесе елден қуылады. Олардың артынан бір уыс топырақ шашады. Бұл қылмысты болдырмаудың жолы. Қонақ қондырмау, қонақ шақырмау, ұлт дәстүрін сыйламайтын, жөн жосықты білмейтіндердің ісі. Құрметті, сыйлы адамдарды сыйламау арсыздық. Халық заңы ұлттық дәстүр салтын ұстанбаған және оны сыйламаған адамдарды жазалаған. Ондай адамдардан халық сырт айналған. Асты жамандамайды. Асты жамандама құстырар, ерді жамандама пыстырар. Соғым сойған күні көршілер шақырылады. Қонаққа домалақ жілік, жамбастың шұқыршағы салынбайды. Қазақ ұғымында бұл кәдесіз сүйектер. Қызға кәрі жілік ұсынбау, ұсыну әбестік. Күйеуге қызға төс тартылады. Ақты, сүт, айран, қымыз, тағы басқаларды жерге төкпейді.
малдың желіні кетеді. Елшіні өлтірмейді. Елшіге өлім жоқ деген содан қалған. Тойға, қуанышқа барғандар құр қол бармайды. Той жасағандарға тойхана, сый-сияпат, мүшел тойға сыйлық, үйлену тойына немеурін, құдалыққа кит апарады. Көшіп келген отбасына ерулік береді. Көшкен отбасы айрылсар көже береді. Келген кісілерге үй иесі өкпесін айтпайды. Қонаққа шақырғанда сол қонақтың өз баласына шақырту сыйлағандық емес. Алыс сапарға аттанғандар, емделушілер елдің сыйлы ақсақалдары мен аналарынан бата алады. Қара шаңырақтан, әулие әнбе орындарынан дәм татады. Сәрсенбі сәтті күн. Қазақ игі істерді, қызық қуаныштарды осы күні бастайды. Сейсенбі күні сапарға шықпайды, іс бастамайды. Бейсенбі, жұма, исламның қасиетті күні. Бұл күні әр адам әруақтарды еске алады, дұға бағыштайды. Қазақтар әр кезде жылы, сыпайы сөйлескен. Ұлт мәселесіне қатысты әрбір іс халықтың дәстүр салтына сәйкес жасалуға тиіс. Қыз босанғанда анасы кәде жорасымен барып, қызының жанында болып, ақыл кеңес береді. Әкеңнің ағасы саған да әке болып саналады. Әкеңнің құрдасын да әке деп қабылдауың керек. Жылқыны жүгенмен ұрмайды, өйткені жылқы қасиетті мал. Малдың басы кемейді. Басқа малда емес, жылқының басын бөлмей пісіреді. Асқа, жаназаға сойылған жылқы мен түйенің басын қайтыс болған кісінің қабіріне апарып қоятында дәстүр бар. Қазақ әйелдері барған үйіне құр қол келмейді. Сол сияқты отанасы да оны бос жібермейді. Сый-сияпат ұсынады. Қазақ қонаққа келген үлкен кісіге сый-сияпат, балаға көгендік беріп аттандырады.